Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Біздерді жоқтан бар етіп жаратқан Аллах Субхану ва Тағалаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын. Ардақты болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын. Құрметті жамағат, бүгін сіздермен бөлісетін уағызымыздың тақырыбы адамның өзін өзі есепке алуы болмақ. Араб тілінде әл-мухасаба деп айтылатын бұл сөз тілдік мағынасы есептеу, өзін есепке алу деген мағынаны білдіреді. Енді әрбір пенденің, соның қатарында мұсылманның өзін есепке алуы бұл әрбір мұсылман үшін міндетті амалдардың бірі болып табылады. Аллах Субхану ва Тағала біздерге Хашр сүресінің 18-ші аятында «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману аттақуллаха вал танзур нафсум ма қаддамат лигад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима та'малун». Садақаллахул азим. Я иман еткен пенделерім. Бұл жерде Аллах Тағалаға шынайы иман келтірген пенделер туралы болып жатыр. Аллах Тағалаға иман келтірген пенделер емес. Аллах Тағала шынайы иман келтірген пенделер туралы Аллах Тағала бұл аятында сөз қозғап жатыр. Я менің шынайы иман келтірген пенделерім. Аллах Тағаладан шынайы түрінде қорқыңдар. Және де ертеңгі күндеріңе не әзірлегендеріңе қараңдар дейді. Және де аяттың жалғасында «Ваттақулла» Алладан шынайы қорқыңдар. «Инналлаха хабирун бима та'малун». Сөзсіз Аллах Субхану ва Тағала сендердің не істегендерінен хабардар дейді. Енді бұл аяттан байқайтынымыздай, құрметті жамағат, адам егер Аллах Тағаладан шынайы қорқатын болса, ертеңгі күніне не әзірлегеніне мұқият зер салу керек. Омар радиаллаху анху өзінің сөзінде келтіретіндей, адам есепке алынбай жатып өзін есепке алу керек. Амалдары таразыға тартылмай жатып өзінің амалын таразыға тарту керек дейді. Сол үшін құрметті жамағат, қиямет қайымда біздердің амалдарымыз біздер таразыға тартпай жатып біздердің өзімізді есепке алуымыздан алдын сол амалдарымыз есепке алуымыздан алдын біздер міндетті түрде өзімізді есепке алуымыз керек. Біздердің Дана Хаким Абай атамызда өзінің қара сөздерінің бірінде 15-ші қара сөзінде біздерге былай деп келтіреді. Егер есі адам болғың келсе, күніне бір рет өзіңді есепке ал дейді. Ондай болмайтын болса, аптасына бір рет өзіңді есепке ал дейді. Ең болмағанда айына бір рет өзіңді есепке ал дейді. Сол үшін құрметті жамағат, біздер міндетті түрде өзіміз есепке алуымыз керек. Біздердің жасап жатқан амалдарымыз біздерді жәннатқа жетелейтін амалдар ма? Немесе біздердің жасап жатқан амалдарымыз біздерді құрдымға жіберіп, Аллах Тағаланың қаһарына ұшырататын амалдар ма? Сол үшін құрметті жамағат, біздер жасап жатқан амалдарымызға өте мұқият болып, өзімізді міндетті түрде есепке алып отырушылардың қатарынан болуымыз керек. Аллах Тағала біздерге бұл өмірді сынақ үшін бергеннен кейін, осы берілген нығметтерді біздер қадіріне жетуіміз керек. Берілген нығметтердің қадіріне жету үшін Аллах Тағала біздерге берген бұйрықтарын орындап, тыйған тыйымдарынан тыйылу біздер үшін құрметті жамағат міндет болып табылатын амалдардың қатарынан. Аллах Тағала біздерді өзінен шынайы қорқатын пенделердің қатарынан болуымыз. Және де есепке алу уақытында амалдарымыз таразының оң жағынан басып, Аллах Тағаланың шынайы пенделерінің, ізгі пенделерінің қатарынан болуымыз Аллах Субхану ва Тағала баршамызға нәсіп еткен болсын. Ахирі дәуаны әлилхамдулиллахи раббил аламин.